Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Таңертең қандай тағамдарды жеуге болады, қандай тағамдарды жеуге болмайды? Таңертең жеуге болатын пайдалы тағамдар. Сұлы ботқасы. Асқазанның шырышты қабығын орап, оны дұрыс қышқылының әсерінен қорғайды. Сонымен қатар құрамында холестеринді төмендететін талшық бар. Қарақұмық кашасы. Қарақұмық ботқасы ас қорыту жүйесін жұмсақ ынталандырады, сонымен қатар ақуыз, темір және витаминдердің көзі ретінде қызмет етеді. Жүгері ботқасы ауыр металдардың токсиндері мен тұздарын кетіреді. Ішек микрофлорасын құрамын қалыпқа келтіреді және ұзақ уақыт бойы қанақтылық сезімін береді. Жұмыртқалар. Зерттеулер көрсеткендей, таңғы асқа жұмыртқа жесеңіз, келесі күні тұтынылатын калорияны азайтудың тамаша тәсілі. Қарбыз ағзаны сұйықтықтың қажетті мөлшерімен қамтамасыз етуге көмектеседі. Сонымен қатар, жидекте жақсы көру және сау жүрек үшін маңызды ликопен бар. Жаңғақ аш қарынға жеген жаңғақтар ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады және асқазан сөлінің қышқылдығын қалыпқа келтіреді. Бал таңертең ағзаны оятуға және оны ұзақ уақыт қуатпен қамтамасыз етуге көмектеседі. Сондай-ақ бұл өнім ми жұмысын жақсартып, серотонин деңгейін арттырады. Серотонин дегеніміз бұл қуаныш гормоны. Көкжидек. Зерттеулер көрсеткендей, таңертең көкжидектерді үнемі тұтыну есте сақтауды, қан қысымын және зат алмасуды жақсартады. Ал енді таңертең жеуге болмайтын зиянды тағамдар. Йогурт және басқа сүт өнімдері. Аш қарынға тұтынған кезде асқазандағы тұз қышқылы барлық сүт қышқылының бактерияларын өлтіреді. Сондықтан таңертең мұндай өнімдердің пайдасы өте аз болады. Алмұртқа бай ірі талшық аш қарынның шырышты қабығын зақымдауы мүмкін. Салқын және газдалған сусындар. Шырышты қабықты зақымдайды және асқазандағы қан айналымын нашарлатады. Бұл тағамның қорытылуын қиындатып жібереді. Банан. Банандарды аш қарынға жесеңіз, оның 1/2 бөлігін құрайтын магний тез сіңіп, жүрекке жүктемені одан сайын арттырады. Дәмдеуіштер. Шырышты қабықты тітіркендіреді, асқазан сөлінің өндірісін арттырып, асқазан ішек жолдарының ауруларының дамуына ықпал етеді. Тәттілер. Қант инсулин өндірісін арттырады, бұл ұйқы безі үшін үлкен жүктеме болып саналады. Бұл қант диабетіне әкелуі мүмкін. Бүгінгі мен видеом сонымен аяқталды. Егер мен видеом сіздерге ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, маған қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғаныңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.